Өмірдің асқарында әсемен, көңілдің аспанында әсемен, таулардың бұлағында әсемен, тыңдарман құлағында әсемен, әншінің айбыны әсемен, халықтың байлығы әсемен, өмірдің алауы әсемен, көңілдің қалауы әсемен. Армысыздар, қымбатты көпшілік, экран алдындағы барлық көрермендер. Назарларыңызда Шинжаң телевизиясы, Шинжаң Хойы мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Үрімжі Жамбыл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі бірлесіп ұйымдастырған көркем телебағдарлама әсемен байқауы. Өнердің жіктеп жүйесін, өнердің қорғап киесін, әсем әннен іздейміз, әсем әннің иесін. Я, әсем ән байқауы тек қана өнер бәйгесі емес. Ән өнеріміздің өркенін, әншілеріміздің шама шарқын сынайтын сындарлы сахна. Ал шын мәндегі әсем әнді тауып шығу бізге де сын. Қымбатты көпшілік, бүгінгі жарыс тіптен қызатын болады. Алақан соғып, үміткерлерімізді шабыттандырып отырғайсыздар. Қазақтың сарқылмайтын ән байлығы, тозбайтын аласармас мәңгі айбыны. Осындай заман болса бай бақытты, әлі де шығандайды самғайдыны. Әсем ән байқауы. Өнерге арқа сүйеу ағаларымыздың арқасында осы жолға әсем ән шығармашылық жарысына жолдама алғаныма өте қуаныштымын. Кішкентай күнімізден осы өнер жолына құмар болдық, осы өнер жолында келе жатырмыз. Сосын осы жолға жарысқа ерке кездер атты әнімді алып келіп отырмын. Ауылдан аттанып алыста жүргенде ауылдағы қайғысыз, қамсыз балалық шақты, тәтті ерке кездерді сағынып, сол бала күнгі достарымызды еске алып, осы әнді жазғам. Кернеп аңсайын сайран шақтарды, бұрынмен өткен шаттыққа толып қалды. Елесі келіп оралып қайта сол көкте, жалмен қарсап отырым балғын ақтаңды. Балдәурен бақыл, таттарман сезім қайда, ені де жүрек құлсыз қанайға. Оралмас көктем, қайрылмай кеткен таңда, шаңмасқан жолда бәрі де арман. Сол күннің ессіз қаларын әттең сезбедім. Шатаңа бір сәт балалық бағын тойлайын, сағында сырғып аялсыз өтер кезбе күн. Балдәурен бақыл, тәттарман сезім қайда, еліте жүрек құлсыз қанайға. Оралмас көктем, қайрылмай кеткен таңда, шаңмасқан жолда бәрі де арман. Балдәурен бақыл, таттарман сезім қайда, еліте жүрек құлсыз қанайға.
Қайталанбас көктем қайрылмай кеткен таңдар шаң басқан жолда бәрі де арман. Аты жөнім Есімхан Әнуарұлы, Баратлы облысы Сарысан ауданынан. Қазір Буршын аудандық ойын-сауық үйірмесінде қызметтен. Жарайды, мына әннің мәтінін, яғни ана сөзін, әнін өзің жаздың ғой, әуенін. Мәтіні де өзімдік. Бірақ өзіңдікі. Жарайды. Асқақ, дауысты, жеңіл ритмді, сондай бір көңілді бір ән екен. Жалпы сенің орындағаның маған ұнады, сондықтан да шырақты бастым. Рахмет. Осы ән жазу туралы біраз қысқаша түсіндіріп етсеңіз, қалай дүниеге келді бұл шығарма? Қашан? Мен өнердің ордасы Күйтін көркемөнерден оқығам. 2010 Күйтін көркемөнерден бітіріп, ауылдан алыстап, Алтай жаққа кеттік, Алтай жақта болдық. Алыста жүріп ауылды сағындық, ауылдағы бала күннен бірге өскен кішкентай достарды сағындық. Балалық шақты қам-қайғысыз тәтті шақтарды, ерке кездерді, сол кішкенеден бірге өскен достарымызды сағынып, еске алып, осындай бір сезім келіп, осы әнді жаздым. Бұл қашан жазылған шығарма? Мынау 2012 әуені жазылып, сосын мәтіні жазылмай, бірталай жүріп, аралықта 1 жыл салып, мәтіні жазылып, соны осылай шықты. Сәтті шығарма менше. Бір түрлі 90-шы жылдардағы ағаларымыздың, Ерлан Абай, Нұрлыбек ағаларымыздың орындап жүрген сол кездегі әндерді, сол кездегі сол чақтарды еске алдырдыңыз. Жалпы енді Есімхан ең бірінші айтатын нәрсе осы әсемен жобасында барсың, құттықтаймын. Енді бағанадан 2 тәлімгерің шырақ басып отыр. Арайды да Берік ағанды өзің білесің, одан кейін жаңа Күйтін көркемөнер мектебінде өнердің ошағы деп отырсың. Ол жерден оқыған болсаң, сол жерден енді қандай мамандықтан сабақ алды екенсің? Халықтық әуен. Халықтық әуен. Жаңағы айтқан әніңде, соның бәрін ар жағынан өзің дауысыңда болсын, еркін шығып, неғып тұр. Енді бұл жердегі менің шырақ баспаудағы себебім, жаңағы осы отырғаннан кейін басқа жаңағы Берік аға бар, Арай бауырымыз бар, тәлімгерлер шырақ басты. Әннің құрылымы, мәтіні, әуені ешқандай енді мүлтіксіз жақсы орындалуда, бәрі әйбет, керемет. Басқа ешнәрсе айтпаймын. Енді осы кісілермен ары қарай 2 тәлімгерінің қайсысын талдайсың, жолың болсын деймін. Ән әйбет, айтылуда, сөзі де бәрі жақсы. Қандай жағдай болмасын, осы әсәмен бағдарламасында, шығармасында, жобасында барсың, жолың болсын. Рахмет. Мына әніңнің келсек, әннің өзі шығармашылығы жағынан өте сәтті шығарылған бір ән екен. Ән мәтініменен жымдасуы, оны өзіңнің анау естірадалық мынау халықтық әуенді, дәстүрлі әуеннің екеуінің жымдасуынан тамаша бір әдемі сазды әуен менен орындадың. Өте жағымды, әдемі ән болыпты. Ойнақы жағы да бар. Ол мүмкін өзіңнің анау ерке кездерді сағынып, сол кездегі әлгі неменен талды атқып мініп жүрген шақтарың ойға келеді. Мінекей тамаша сәтті шығармалар осындай өзіменен өзі халықтың ойына жақсы ұялап отырады. Осындай әндерің әуелей берсін, саған шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Рахмет. Ал енді таңдау өз еркіңде. Менің таңдауым
әсем ән байқауы. Менің таңдауым Арай Айдархан. Ассалаумағалейкум, менің атым Ардақ Жеңсұл болады. Тарбағатай Шәушек қаласынан келіп отырмын. Осы 4 жылда жинақтаған альбомдарымның арқасында еліміздің әрбір қаласында өзімнің есеп беру ретінде жекелік шағын музыкалық кештерімді өткіздім. Барлық туындыларымның музыкасы, аранжировкасы өзім дербес жасаған едім. Кішкентайымнан шетел әндерін ұнатып тыңдағандығымнан, негізінен өзімнің әндерімде жаңа заманға үйлескен еді. Халқымның қолдап қуаттауын үміт етемін. Ардақ, алға! Қызғасында сұлу ажар жайнаған, махаббаттың тұңғыш гүлін тойлаған, қырдың қызы торғын бетін өпкенде, қыздан қызық өтпес-ау деп ойлаған. Жарғын баттың айтпаған сөз аз екен, жаз бейнесін жақсы мезгіл жаз екен. Қоңыр самал баяу ғана қозғаған жарым бейне көлгеніңде нәзік екен. Жүрек еріп сырына сыр қосқанмын, махаббаттың шалқарына жосқанмын. Сәл кідірсе етіп аял сол бір қыз, тағат қылмай күтіп жолын тосқанмын. Айтпаған сөз аз екен, жаз бейнесін жақсы мезгіл жаз екен. Қоңыр самал баяу ғана қозғаған жарым бейне көлгеніңде нәзік екен. Жарым бейне көлгеніңде нәзік екен. Жарым бейне көлгеніңде нәзік екен. Жарым бейне Ассалаумағалейкум, барша қауым және құрметті ұстаздар. Менің атым Ардақ Жеңсұл болады. Ардақ, өзіңді және осы шығарма туралы түсіндіріп өтсең. Мен өзім Бейжіңдегі орталық ұлттар университетінің композитор мамандығында білім алғам.
бұрыннан армандап жүретінмін өзім бір жазған әндерімді бір альбом қылып жасасам деп. Бірақ орай болмай, осы Ташөенің 3-ші жылынан бастап бір жыл ән жазып, сол әндердің ішіндегі бір ән болатын. Сол жақта тексіз деген едім. Сонда Чөйшекте Жұмағали Құйқабаев деген атамыздың осындай бір тексіне жақсы көріп соған жазған әнім еді. Ардақ, мынау оқып жүргенде қандай білімдер алдың? Мынау композиторлық мамандығы бойынша. Аккордеоннан, одан кейін композиторлықтан және Мына композиторлық саласындағы бірнеше сабақтар болады ғой. Өзінің ілімдері бар. Солардан қайсылардан білім алдың? Пианиодан, одан кейін хышың дейміз, аккордеон. Гармония. Гармония. Одан соң фудео дейміз. Полифония. Тағы біреу аспаптау болу керек. Пейчи. Сосын батыс музыкалары жөнінде болады. Әрбір аспаптың келіп шығу жөнінде сол сияқты мамандықтар бар ғой. Әлі көп музыка назариясы білімі, негізгі білімдері бар. Оның сыртында жарай ма? Осы білімдерден қаншалық мағлұматқа ие болдым деп ойлайсың? Мен кішкентайымнан... Тағы біреу бар. Мына шығармашылық, ән шығармашылық және шығарма және оған талдау жасау. Енді осылардың барлығын жинақтап алғанда қандай әсер алдың? Саған ауыр сезінді ме? Жоқ, саған өте жеңілдік әкелді ме? Мен ең алғаш сол университетке барған кезде құр өзімнің әуестігімнен үйренген білімдерім арқылы сол сынауға бергем. Алғаш барған кезеңдерінде сәл қиыншылықтар болды. Мысалы, нота жағынан оқу жағынан біраз... Сольфеджио дейміз. Одан соң... Нота шырқау. Одан сол басқа балалар кішкентайынан пианино үйренген, бірақ мен сол 2008 жылдан бастап жоғары мектеп оқыған, ана Каужың оқыған кезінен бастап сол пианиноны елдерден қарағанда жай үйренгем. Сондай қиыншылықтар болды ең алғаш барған жылдар. Пианиноны қаншалық деңгейге апардың? 299 ба? Жоқ. 549 ба? 299. Онда жақсы ғой. Мен өзім гитарды кішкентайдан жақсы көретіндігінен пианиноға өте болмадым. Мен саған көп сұрақ қойған себебім, сен осы бағдарламаның қазірге дейінгі ішінде системалы түрде мына музыка композиторлық жағында, сазгерлік жағында системалы бір білім алдыма деп отырмын ғой. Осыған қуанып отырмын. Шынын айтсақ, біздің қазақ жастарымыздан, інілеріміздің, қарындастарымыздың осы салаға түсіп оқу проценті біраз төменірек еліміз бойынша айтқанда. Ал енді осы жағында бірер ініміз, немесе қарындасымыз осындай салаға оқуға түстім десе мен қуанып кетемін де. Дегенменен оны да ары қарай жалғастырып үйренуіңе талап етем, өтінем соған. Өтініш етемін. Рахмет. Сенің жаңағы шығармаларыңның ішінде де өзіңнің оқыған білімдеріңді негізі бейнелеп тұрсың. Әннің ішінде çalынған гитара, одан кейін ана аспаптардың бірлестіруі, гармониялар, бәрі де сенің осы кәсіпті оқығаныңды бізге білдіртіп тұр. Сәті шыққан шығарма, жақсы өлең талдап жазғансың әнді. Енді осы әсем ән жобасына келдің, бүгін осы жолда бірігіп, бірлесіп, тіпті де жақсы шығармаларды халыққа паш етеміз деп ойлаймын. Рахмет. Ардақ, енді мына бағдарламаға қош келдің. Қадамың сәтті болсын, әр қадамың. Енді сенің оқыған жаңағы кәсібіңнің өзі осы шығармашылық екен, композиторлық екен. Композиторлық көп білім алған жайыңды айтып отырсың. Менше болғанда 4 жыл деген енді композитор үшін ол енді
бастапқы білімдері болуы мүмкін. Композитор, композиция дейді, бағана өзің айтып отырсың, ол деген енді әрине жағдайы барлар, фортепиано болсын, тіпті біздің домбыра болсын, мысалға. Ол енді бала кезінен ұстауға тиісті. Оның жөні бір басқа. Бірақ енді сен есейгенде қолың алыпсың, сондай дипломыңды қорғап шығуының өзі үлкен табыс. Елдер ойлайды, музыка деген енді барып оқи салса, толық ортаны бітіргеннен кейін барып композитор болса, одан әнге жазса бейсе дейді. Әсіл ол үлкен бір ғылым, білім. Енді оның қыры мен сыры. Ал енді мен сенен сұрайын деп отырғаным, осы композиторлық жаңағы диплом қорғау барысында сен бір көлемді үлкен шығармалар жазған шығарсың мүмкін. Жарым жыл бұрын бастап осы бітіретін шығармамызды бастағанбыз. Оркестрде қанша 8 аспапта ғой деймін. 8 аспаптан жаздық. Сонда бітіргенде 96 нөмірмен бітірген жылы. Жарайды, онда мына алдағы өнер сапарыңа сәттілік тілейміз. Сол сияқты сүбелі, көлемді, сондай шығармаларың көбейсін. Алдағы жолың даңғыл болсын. Бұл шығарманы айтқанда саған енді әңгіме айтатындай мүмкіншілік жоқ, себебі әніңнің жаңа қайырмасы, шумаққа келген әуеннің, оның тұрақты дыбысқа келіп тоқтауы деген сияқты нәрселерден сенен ешнәрсе өтпейді деп ойлаймын. Одан жаңылмайсың. Ендігі саған айтатын нәрсе, осы жерде отырып арай шырақ басқаннан кейін ары қарай енді сол араймен бірге осы неде ары қарай осы бағдарламада жақсы жұмыс істейді ғой деп ойлаймын. СМ сахнасына жолдама алғаныма айрықша қуаныштымын. Мен атым Қарапа Нәсиуллаұлы, Санжы қаласының тұрғынымын. Өнерге әркімнің ақ парталасы дейді абай атамыз. Сол секілді өнерге талпынып, әнге әуестеніп, музыка жазуға құмартып жүрген жастардың бірімін. Ауылдағы той-томалақтарда, отырыс тойларда айтып жүретініміз кейін осы жарысқа алып келдім. Көрерменнің, тыңдарманның ұнатуын шын жүректен үміт етемін. Қарапа, алға! жазып тұрған тәтті шақтар сағыныш болып елестейді нәп-нәзік тұлған бұл өмірдің күз көктемінен келемі қалқа іздеп сені мен
tizbeklerinin Sağınıştı selim joldayım Kaytkan kustun tizbeklerinin Sola! Күндірілетті күз аспананы Мен жаныңнан ұзап барамын Самал сүйіп құлаң шашыңды Маған сәулем ұзақ қарады Бұл өмірдің күз көктемінен Келемі қалқам іздеп сені мен Сағынышты сәлем жолдайым Қайтқан құстың тізбектерінен Sağınıştı selim joldayım Kaytkan kustun tizbeklerine Менің есімім Қарапа Нәсиоллаұлы, Санжы қаласы, Ашыл ауылының түлегімін. Қазір Санжы қаласындағы облыстық 2-ші орта мектепте әдебиет мұғалім болып қызмет істеймін. Жаңағы әннің келіп шығуы жайында не айтар едің? Орталық ұлттар университетінің қазақ әдебиет мамандығынан бітіргем 2010 жылы. Сол 2005 жылы сол мектепке барғам. Сол кезде домбырамыз бен гитарамызды арқалап барғамыз Арман клуб Астанаға. Сол кезде бір Арайда біледі өз ана 8-ші бинаны білесің ғой, өзің 1-ші қабатында жаттың ғой. Иә. Сол 8-ші бинаның 1-ші қабатынан 2-ші қабатына шығатын баспалдақта бір күні кеште сол гитарамен осы әуенді шығардым, бірақ лайық келетін текст таба алмай жүрдім. Сол кезде бір Құсыман Құмашұлы деген бір ақын досымыз бар еді. Сол жігітке жаздырдым өлеңін, бірақ дегендей көңілімнен шықпай, сол қоржынымызда бір 10 жылдай жүріп қалды. Сол былтыр 2015 жылы Әділет Ахметұлы дейтін тағы бір сол Орталық ұлттар университетінің әдебиет мамандығына бітірген бір ақын бауырымыз бар еді, Тоғайлық азамат. Сол жігітке тапсырыспен осындай буын саны осындай бір текст жазып бер деп жаздырғам. Сонымен соның тексті көңіліме ұнап, сонымен музыка жасатып, осы жобаға алып келгем. Сағыныш деп аталатын ән. Ғарафа, мынау ән шығармашылығында осы әдебиетпен де бірдей ұқсас. Саған сөз жоқ бір сыртқы болмыс әсер етеді. Немесе ішкі болмыс әсер етеді. Сезімдік жақтан болсын, әуендік жақтан болсын, оны дүниеге әкелу жағынан болсын, өзің ішкі дүниеңнен ытқып шығатын бір сезім осы әнді жазуға, әуенді шығаруға итермелейді. Оны өзің де білесің. Осы жағын сұрап отырған жайым бар. Тексті қалай жаздың, әнді қалай жаздың деген емес. Жарайды, енді ода жауабыңда болады. Бірақ сенің әдебиетті оқып жүріп, үйреніп жүріп, осы мамандықта тұрып, музыка саласына келіп, оның ішінде, бұның ішінде бір күрделі сала мынау ән шығармашылығы дейміз, ән жазуға қызығып, осындай ән шығарып, біздің мына музыка әлемімізге келгеніңе ризамын. Рахмет саған. Өзіңізге де көп рахмет. Шынын айтса, бүгін маған біраз өкініш болды. Өйткені және мен алған Есімхан деген ағамызда екеуінің стиль негізі бірдей болды да. Сосын мен біраз ойландым да, бұл кісілер
мына кісілер ұрама деп ойладым. Өйткені сенің стиліңнің, халықтық әуенінің дүниелері бар да, оларды негіз менен мына кісілер жақсы біледі деп ұрмаған едім, өкінішке орай. Оқасы жоқ. Ренжімеңіз. Ештеңе етпейді. Енді Қарапа, ең алдымен өзің осы өнердің әдебиет көркем өнер дейді, енді егіз кәсіп қой, оны жақсы білесің. Қарапа, өзің мінезің ашық, жарқын, ар жағынан көрініп тұр, көңілің, пейілің, кеңдігі, жаңағына сағыныш деген әніңді шынында да былай қарағанда жақсы шығарма. Енді менің шырақ баса алмай одағы бір себебім, дәл өзіңнің стиліңдегі сондай, менде сондай өзімнің тобында сондай командалар бар. Енді алдағы шығармашылық, жасампаздық, творчестволық жолыңа табыс тілейміз. Халқыңа осындай жақсы шығармаларды арнай бер, жолың болсын. Қарапа, енді айтатын нәрсе, өнер деген осы бір сахараға шығып, осындай бір жобамен, осындай бір немен ғана шектеліп қалмайды ғой. Бұл бір сәтсіздік деп айтпаймыз, бұл үлкен бір ар жағында табыстың кілті деп айтуға болады, қандай жағдай болмасын. Мен басқым келді, бірақ тыңдап отырдым. Әннің жаңағы сөзі туралы енді оған ешқандай талап айтуға келмейді, өзің әдебиетті оқыған екенсің. Енді музыкасы туралы шынын айтқанда да өте бір сағыныш десе сағынышы бар әйбет ән екен. Енді айтатын нәрсе, ары қарай осын әдебиетпен жаңа көркем өнер бірге деп тұр ғой. Айтатын нәрсе, өмірде, өнерде жолың болсын. Жарайды, барлықтарыңызға рахмет. Мен шырақ баспағандарыңызға ешқандай ренжіп тұрған жоқпын. Осы сахнаға шыққаныма қуанып тұрмын. Күміс көмеге де қатынасуды ойлағам мен. Бірақ өзім әгі бақаның таспақаның таспасқа, құмырсқаның таспасқан тәңірге ән дейді ғой. Дауысым менде өзіме белгілі, енді ондай бір кәсіби әнші емеспін, бірақ әнге қызығам. Содан кейін әншілік жағынан анша бір қабілетім болмаған соң күміс көмегі өзім қатынасқан да жоқ, тізім берген де жоқ. Бірақ ойлап жүретімін, осындай бір жарыс болса шіркін. Ана Джунго Хаугачу деген жарыс болды ғой, Джунгодағы жақсы әндер деген. Соны көрген кезде шіркін біздің қазақта да осындай бір жарыс болса қандай керемет болар еді деп ойлағам. Шамамыздың келісінше жүрегімізден шыққан әнімізді әкеліп айттық. Ол енді бүкім сіздерге ұнаған шығар, ұнамаған шығар, ол сіздердің істеріңіз. Мен өзіме тиісті міндетімді атқардым. Сахнаға шықтым, шамамның жетісінше орындадым, ешқандай өкініш жоқ. Сіздердің де бұдан кейінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сонымен бірге сахнада экран алдында көріп отырған барша көрермендерге бақыт тілеймін. Ауылдастарыма, мына жерге келіп көрермен болып қол соғып отырған барша достарыма көптен көп рахмет айтамын. Ең маңыздысы, өзімнің өнерімді қолдап, осы жобада өзімен бірге сапар шексем алысқа, сен жанымнан қалмайсың деп бірге жүрген жан-жарыма көп-көп рахмет айтамын. Рахмет сіздерге. Байқауы. Халықтың қалаулы әншісі, композитор, гармонияластырушы, арқау музыканың майталманы, музыкант Жолдыбек Сұралханұлы Алтай қаласы Шірікши ауылының тумасы. Бала күнінен ән күйге әуес, домбыра, гитара, электрондық роялда жаттық ойнайды. 2000 жылы Іле облыстық көркем өнер мектебінде аккордеон кәсібіне оқуға түсіп, 2003 жылы тәмамдаған. Кейін ол дербес студия құрып, «Махаббатым арманым» атты әнімен жастар жүрегінен орын алған. Жұбайы Нәзигүл Жұмақынқызымен бас құрап, «Мәңгілік махаббат», «Жұбайлар жыры» қатарлы көптеген әндер шырқап, халық көңілінен орын алған. Бертінгі 10 жылдық өнер сапарында 800-ге жуық музыка сүйемелін жасап, 20-ға жуық шәкірт тәрбиелеп, өзге ақындардың өлеңіне әуен жазудан тыс, өз жүрегінен жарып шыққан ән сөзіне әуен түсіріп, туған жерге сағыныш, аяла мені, сәбилер шаттығы, жан әкем қатарлы 50-ге тарта эстрадалық және қазақи стильде әндері жарық көріп үлгерді. Әншіміз алда сиясы кетпеген жаңа туындылармен әсем ән байқауында өздеріңізбен жүздеседі.
Қадал қара көзің жыландым бойды сезім сағыныш кеудемді кернеп менің таусылды тағы төзім әсем сұлу келбетіңнен мен таңданамын сенсің таңдағаным сыйладым мен жаным саған бәк сезімменен махаббат әнін Қанеке барлықтарыңыз қолдарыңызбен Қызықтым құлағыңа Құлаң шаш бұрымыңа Аңсаған арманым жалғыз өзің Балаған торығыма Әсем сұлу келбетіңнен мен таңданамын Сенсің таңдағаным Сыйладым мен жаным саған бәк сезімменен махаббат әнін Қанеке барған көңілдірек Сырледі сыңғыр сөзің жаныңды баурап өзің көз алдан кетпейді ау сенің бейнең танысқан алғаш кезің әсем сұлу келбетіңнен мен таңданамын сенсің таңдағаным сыйладым мен жаным саған бәк сезімменен махаббат әнін Кел өзгердің жалғыз арман жүрегімде жаным жанған сағыныштан аңсап туып ән болдың аңсап салған көкіректе өзің көккен сыйладың мен сезім бұрын екен бар бақыттым сенде біліп сағынумен сені күттім зарығумен аңсап өттім жаныменен алыстап кеттің қияс өріп сен деп жүріп мен азапты жалғыз шектім сүйсең қинама мені сағындым зарығумен сені жабысау жаным сен болмасаң тарқамайды бұл жүректің жері әсем сұлу келбетіңнен мен таңданамын сенсің таңдағаным сыйладым мен жаным саған бәк сезімменен махаббат әнін әсем сұлу келбетіңнен мен таңданамын сенсің таңдағаным сыйладым мен жаным саған бәк сезімменен махаббат әнін ал өзіңді толық таныстырып кетсек. Мен Жолдыбек Сұралханұлы Алтай аймағы Шірікши ауылынан. Әнің тамаша. Сондай көңілді мынау қазіргі заман лебіне ілескен ритмдік жағы болсын, әуендік жағы болсын өте жымдасып келген. Оның үстіне мынау адам билегізіп жүретін ән екен. Ресми сондай бағытта жазылған ғой деймін, Е, солай. Диско дейміз бе? Қай түрі? Бұл енді хоус деп қояды, поп түріне жатады біраз. Сол билететін ғой негізінен. Жарайды. Жақсы. Өзіңнің мына осындай бір стильді қазақ музыкасына алып келгеніңе көп алғыс. Өзіңді мына музыканың нелерін, аранжировкаларында жақсы ойластырған екен. Өніңген орындауыңда, өніңген ритмдік жақтан оған сәйкесіп бүкіл неге немен дейміз, сезіміңді беріліп отырып орындадың. Өте тамаша. Саған шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Мен енді мына шырақ басудағы себебім осындай бір жаңа стильге соны енді кішкене қазақи қосуға бола ма деп. Осының алдында Тілек бауырымыз, DJ Тілек бауырымыз
оған өкінішке орай мен баса алмай қалғам, үлгере алмай. Осыдан енді басудағы себебім енді осыны да бір қазақи істеуге бола ма? Мысалға жаңа ортасында жүріп жүр, оны енді Қазақстанда болсын, қазақ елінде тіл терме деп сол сияқты қылып алды. Енді ақылия сөздерді айтуға болатын шығар, қазақи нәрсені қосуға болатын шығар. Енді біздің аспабымыз қай ұлттың, қай елдің, қай стильдің батысы болсын, шығысы болсын, Орта Азия болсын, барлығының музыкасына жатсынбайды. Біздің аспабымыз сондай, біздің қазақ ұлтымыз да солай, жақын келген жандарға қас қылмайтын. Сол себепті өзін таңдаған себебім. Жолдыбек аға осы жақын 10 жылдан бері Жұңғы қазақ эстрада музыкасында көп еңбек сіңірген, өйткені өте көп аранжировка, өте көп сүйемелдеу музыка істеген. Музыка істеу ешқашанда бір оңай жұмыс емес. Бір музыка істеу үшін неше түн ұйықтамай, күніміз түнге алмасып, түніміз күнге алмасып, денсаулықтан кеткенде кездеріміз болған. Мүмкін сізде кеше түнімен музыка істеп, бүгін тамағыңыз ауырып қалған шығар? Бұлай ғой, енді қазақ айтады, ұста пышаққа жарамайды деп. Сол сияқты енді мен негізі әнді көп кәсіп қылмағам. Енді өзім күйтін көркемдер мектебінде оқып білім тауысқам, аккордеон кәсібінде. Енді басқаларға музыка жасап жүретінбіз, енді өзіміз концерт болса дайындаламыз да, енді өзімізге бір арнаулы бір әнімізді жазып көрмептік. Басқаларға жасап беріп, басқаларға ән жазып беріп деген сияқты. Солай жұмыс істеп жүргенбіз. Кейін осы әсемен байқау болады деп, содан қатынасайын деп сіздердің алдарыңызға келіп тұрмын. Содан енді ән айтатын, ән талдайтын кезге келген кезде қарап көрсем, өзіме дайындалып, өзім даусыма жасалған ән жоқ. Сонымен алдында тағы бір балаларға бергем осы әндерімді. Содан кейін олардың рұқсатын алып осы әнді айтайын. Енді музыканы сендер жасаттыңдар, бірақ та мен осы әнді алып шықсам деп. Олар енді рұқсатын берді, рахмет оларға. Сонымен осы ән алдында осыдан 2 градус төмен жасалған, содан қайтадан 2 градус көтеріп, және оларды реттеп дегендей. Және де осы әсемен байқауына менің бауырым Еркінбек те келіп отыр. Сол Еркінбектің тағы бір Асыл ана деген бір әні бар еді. Сол әнді дайындадық. Сонымен кеше түнде біраз жұмыс істедік, таңғы сағат 6-ге дейін. 3 сағат үстінде ұйықтадым бекен. Сәл жаңа өзімде байқадым, даусым дірілдеп тұр. Өйткені біраз шаршау бар. Нағыз өнерпаз, нағыз музыканттар осындай ақ көңіл болады. Өзінің осындай үлкен жұмысы болып тұрса да, бауырының, елдің жұмысына қарбалас болып, өзінің жұмысына дұрыстап қарайтын уақыты да болмаған. Бірақ та бүгін онша жаман болған жоқ. Сол соңында келген кезде бірнеше дыбыстар тайды. Соған мен сез қойдым, түнімен музыка істеп әсіл дұрыс демала алмағансыз, тамағыңыз ауырып қалған ғой деп. Енді менің шырақ баспаудағы себебім өзіңе түсінікті шығар енді. Жаңағы Берік аға басты, Берік аға шырақ басып, жаңағы соның арасын енді жаңағы жерде ұлттық аспап болған жоқ қой деймін, және сүйемелде. Соның ары қарай енді тағы да сонда ұлттық аспаптар, осы қобыз бар, домбыра бар деген сияқты осындай жұмыстар істесек деді. Одан кейін енді Арайдың өзінің ары қарай жүрген бағытында өзің білесің. Сондықтан енді мен айтылған әнге, бұл жердегі сөзге, болмаса музыканың несіне айтар ешқандай пікірім жоқ. Қандай жағдай болмасын, енді осы әсемен жобасында барсың. Ары қарай еңбек істеп жүрген еңбектерінен ары қарай жемесін көре беруіңе тілектестік білдіремін. Құтты болсын. Екі ұстазың шырақ басты таңдау өзің. Мен ән байқауы. Мен Берік ұстазды талдағым келеді. Енді осында отырған барлықтарыңызды бөле қарағым келмейді. Барлықтарыңыз тәлімгерсіздер. Және де Арай бауырыма рахмет, шырақ жақанға. Енді
Арай бауырым болса эстрада жанрында басқа балаларды да жинап жатыр. Енді мен әр мұғалімді тек қана эстрада керек, дәстүр керек деп талдауы меніңше дұрыс емес пе екен деп ойлаймын. Өйткені бұл жарыс. Мен қазір енді Берік мұғалімға кіргім келеді, өйткені ол кісі бұрыннан бізге жетелеп келген және де ақыл кеңесін айтар деген ниеттемін. Көтерсін деп қырарқам, өзім өлгөнімші жүгартам. Бақытты боп кетер едім мәңгілік әсемәннің есігінен кіре алсам. Міне бұл әсемән сапарына алғаш жол тартқандағы тілегім еді. Жалдаған жас кезімдегі Ғазиза деген әніммен келдім. Арқа дәстүріне шыққан әндерімді осы тақтың алғашқы сәт сапарынан аман өссем, көгілдір экран көрермендеріне ұсынам ба деген ойым бар. Бастау талай бұлғақ керкен, дәржиғай ол уақытты қымбат дерсің, сол кезде бір сұлуға ән шығарғам, төрдегі төрт түрешім тыңдап көрсін. Жинап ауылдағы жігіттерді, қыз жайлы көп жасадым үгіттерді. Көрермен, сен де маған кінә қойма, қызды сүйіп қымызды кім ішпейді. Рахмет сіздерге. Менің аңқау жүрегіме сезім бердің Ғазиза. Көңілімнің көк аршыны өзің деймін Ғазиза. Селкіп қағып төңіректің төрт бұрышын қиялмен, құмарланып құштарланып сен іздедім Ғазиза. Селкіп қағып төңіректің төрт бұрышын қиялмен, құмарланып құштарланып сен іздедім Ғазиза. Сен ақшабақ махаббатты теңіздедім Ғазиза. Сол теңіздің толқынына көмілгенде Ғазиза. Ақша бетің бейне қаздың жұмыртқасы секілді-ау. Құмарланып құштарланып сен іздедім Ғазиза. Ақша бетің бейне қаздың жұмыртқасы секілді-ай. Құмарланып құштарланып сен іздедім Ғазиза. Әсем бойғы бұлтып керілгенің Ғазиза. Сылдыраған судай тұнық сезінбедің Ғазиза. Қақтың келіп сол бұлақтың балдан тәтті бәлзәмін, құмарланып құштарланып сен іздедім Ғазиза. Таңдайыңның балдан тәтті бәлзәмін, құмарланып құштарланып сен іздедім Ғазиза. Құмарланып құштарланып сен іздедім Ғазиза.
Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам бауырым. Сәлеметсің? Өз аты жөніңізді қысқаша айта кетсеңіз. Мен мына Іле Қазақ автономиялы облысына төте қарасты Текес ауданының жылқы фермасынан келдім. Атым Айтбек Әлиясқарұлы Әуес. Аға, өзіңізге бірінші үлкен рахмет айтамыз. Енді жас шамаңызды сұрауға мүмкіншілік бола ма екен, болмай ма екен? Айтпасаңыз өз еріңізде. 1965 жылы жылан жылының төлімін ғой, биыл 50-дің біріне келіп тастадым. Ой, аға, үлкен рахмет. Осы жобаны сыйлап, енді кім біледі, бұдан кейін қаншалықты кімдер қатынасады. Бірақ осыған дейін жүрген жобадағы жасыңыздың үлкен осы сіз болуыңыз керек. Енді осы шығарма туралы айта кететін болсақ, енді әніңіз және Ғазиза деген ән. Енді әрбір бұл мен қарасам енді Жетісу дәстүрлі әндерде, осы халықтық әндерде бірнеше класстарға, өңірлерге бөліп не қыламыз ғой. Енді осы шығарған әніңізде кішкене Жетісудың әуеніне жақын әндер болып тұр. Одан кейін жаңағы ғашықтық лирикасы дейміз ғой. Мысалы Ақан сері бабамыз, Біржан Сал бабамыз Ақан серінің көптеген әндерінде әрбір әннің мысалы Гауһартас болмаса жаңағы Райхан гүл дейді. Әрбір әнді шығарған қызы сол шығармаға байланысты, сол әнге байланысты әннің атымен, сол қыздың жаңағы өзі ғашық болған қыздың атымен айтылатын. Енді бұл әніңізде Ғазиза деп тұр ғой. Сол өзіңіз ғашық болған, өзіңіздің кішкене кезіңіздегі ме жоқ, қандай жағдайда шығарылған ән екенінен кішкене түсінік бере кетсеңіз. Бұл 1983 жылы менің тым жас кезімде алғашқы шығарған әндерінің бірі болып есептеледі. Менің әкемнің туып өскен мекені мына Қорғас ауданының Үшақсу деген жер, кейін мына Текес әскери жылқы ферма құрылғанда сол жаққа 56 жылы кеткен емес пе? Кейін мынау 80 жылдардың 84-85 жылдары мені осы ата қонысына елге ертіп келген. Сол кезде Ошаққа келген туыстарының бір көршісінің Айдай аруы Ғазиза деген бар екен. Енді осы Ғазизаның жаққан қазанның отын қайтадан түртпей ақ қойсақ деймін ғой, қақпағын жауып қойсақ. Жарайды, рахмет. Рахмет сіздерге. Ой, қайта тұтанып кетсе өшіру қиын болатын болды ғой деймін. Қиын ғой енді ана үйдегі жеңгең біліп қойса шөміш деді басқа сорпа шешіп сондай болып тұр. Ақ енді тағы да бір айта кететін нәрсе. Енді әніңіз қаны сөзіне қарағанда әуенін бағана бірінші бастағанда бірнеше шумақ өлеңмен бастадыңыз. Үлкен рахмет. Одан кейін әніңіздің сөзіне қарағанда өзіңізде де ақындық бар сияқты. Енді бірақ әннің көлеміне, музыкалық мысалы несіне қараған кезде мүмкін бұдан да көлемі кеңірек. Арқа жақтың өзімізде де Жетісу дегенде де әннің көлемі төмен деп айта алмаймыз. Кенен Әзірбаевтың әндері, Жамбыл Жабаевтың әндері дейміз, олардың да көлемі деңгейі жоғары, кәдімгі кәсіби деңгейдегі әндер бар. Енді өзіңізде бұдан да басқа әндер алып келуіңізге болатын еді. Өзіңізде бұдан да басқа деңгей, бұдан да жоғары шегі бар, шырқау шыңы бар деген сияқты әндер бар болу керек. Енді менің осы жас кезде шығарған Ғазиза деген әнім өзіңіздің енді аман қолым айтып отырсыз, мына Жетісу әуеніне кіреді деп отырсыз. Жетісудың желісіне барып байланса, мен бұған қатты разымын, мақтаныш сеземін. Ал енді мен кейіндеп барып мынау Біржан Сал, Ақан сері, Палуан Шолақ, Жаяу Мұса сияқты дала сазгерлерінің әндерін көп тыңдадым. Айтасында болдыңыз ғой онда, иә? Сонан кейін барып Арқаның әндеріне де қарай ауған жерім бар, енді 5-6 әнім бар Арқа жайында да шығарған. Рахмет. Содан біреу орындап берсеңіз, бір-екі шумағын қайырып. Мен қызға көп ғашық болдым ғой, менің әндерім бәрі қызға арналған. Айтып қойдыңыз ғой ақыры. Әдемірек, өңі сұлу қыз болса айтып ғашық болып жаза берем. Сонан соң Жанар Қалқа деп шығарғам. Арқаның әніне бейім болар ма екен деп шығарғам. Енді осы соң бір шумағын айтып берейін, бірақ қайырмасына мен дыбысым анша жетіңкіремейді. Бет бұрып белден ассам ау, бес қарағай қой жайып қонған аулау төс жағалай шұлғытып бұлан құйрық-ау бұйра жалмен өтушем ауылыңнан ау жанаржан
кешке қарай осылай келеді. Керемет. Ой бәле. Бұл әніңіздің аты не болды? Жанар қалта. Дұрыс екен, ғашық болуыңыз дұрыс. Бұл өмірдің өзі ғашық болудан тұрады ғой. Әндеріңіз жаңағы орындаған Ғазиза әніне келсек, бір шумақты жалаң, не дейміз, жалаң құрылысты ән дейміз ғой бұны. Қайырмасыз, тек қана өзі айтып отырады. Әрбір сөздің артында бір Ғазиза деген толықтаушы бар. Осындай бір ән екен. Бұл анау әннің үлкен болуы, немесе кең болуы, оның диапазонының кең болуы кейде әннің кереметтігін байқата алмайды. Кейде биттей бір кішкентай әндердің өзі де халық жүрегінен орын алады. Көрдіңіз бе, халық қандай қабылдап отыр? Мына 4 тәлімгер түгелімен шамымызды жағып отырмыз. Сізге бұрылып отыр, қарап отырмыз, мәз болып отырмыз. Мынау халықтық әуемді биттей әуен болса да, соны керемет өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ән болып отыр. Әсем ән деген осындай ақырын не дейміз, адамдардың жүрек сезімінен, нағыз шын пейілінен шыққан ән болып шығатыны осының куәсі мінекей. Сізді құттықтаймын. Тәлімдер бәрі сізге қарап отыр, тәнті болып отыр. Біз енді шырақты қалай басты деген кезде жаңа Бағдат аға да толықтап айтып жатыр. Бұл әннің жаңағы оның көлемінің, оның шарықтау шегінің, айғайлағанның бәрі әнші бола бермейді. Сонда ол құр айғай болмайды. Бұныңызда бір әдемілік тұр да, сарын тұр. Өзі мысалы, өз шумағында, өз 4 аяғы түгел болған, өзін баяндап тұр. Ғазиза екен. Ғазиза деген аттың өзі қайталанады. 1-ші, 2-ші, 4-ші жолдарында қайталанып тұр. Соған қарағанда осы ғашық болған қыздарыңыздың ішіндегі ең ғашығыңыз Ғазиза ұқсайды. Сол үшін ендігі мына тәлімгерлерді таңдау оқу өзіңізді. Айтбек аға, әндеріңіз өте керемет. Ғазиза да керемет, екінші жаңа орындаған. Қайырып еткен қайырмаңызда сондай керемет. Шынын айтсам, менің басқан себебім сізден осындай түпкі халық әуендері туралы мен біраз үйренсем ба деп ойлаймын. Рахмет. Ал енді таңдау өзіңізде. Құдай ғой енді мына арай бауырымды талдайын десем, анау ішкерге қарай қайта шақырып кел деп мазамды алама деп. Ал енді мына берік бауырым болса, аз күннен кейін енді Бекеңнің қолына барып мен ән үйренем ғой. Бұл кісі күйге қарай жетелеп кетіп, әнім қалып қалама деп, одан да қорқып отырмын. Бағдат ағаның өзі Құдай салмасын астан кестен үлкен бір симфония, үлкен теңіздің у-шудың иесі толқынына батырып жіберіп, қайығымды шетке тартып шығара алмай, одан да әуре болам ба деп қорқып отырмын. Енді осы Әсем ән байқауы. Енді осы қазақи қоңыр домбырасын қолына алған Аман бауырымды талдасам екен деп отырмын. Рұқсат етсеңіздер. Әсем ән сахнасына жолдама алғаныма төтенше қуаныштымын. Менің бұл жолғы жарысқа алып келіп отырған туындым кішкентай кезімнен бірге өсіп, біте қайнасқан аяулы досым Әлен Солтанбекұлының сөзіне жазылған Аққу Арман атты әнді алып келіп отырмын. Барлық туыс туғандар, дос жарандар, барлық халқым қолдаңыздар. Ғалымғазы алға.
бақытқа бөлеген аяулым өзіңең. Нұрлы дидарың күлкіңді сыйладың, жан сәулем өзіңді басқаға қимадым. Нұрлы дидарың күлкіңді сыйладың, жан сәулем өзіңді басқаға қимадым. Аққуым арман кетпеші жанымнан, күтемін әлі бақыттың таңынан. Шаттықты сезінем құралай көзіңнен, бақытқа бөлеген аяулым өзіңең. Аралап бақты қылығың тәтті, таңдарым сені ойлаумен атты. Аралап бақты қылығың тәтті, таңдарым сені ойлаумен атты. Аққуым арман кетпеші жанымнан, күтемін әлі бақытты таңынан. Шаттықты сезінем құралай көзіңнен, бақытқа бөлеген аяулым өзіңең. Аққуым арман кетпеші жанымнан, күтемін әлі бақыттың таңынан. Шаттықты сезінем құралай көзіңнен, бақытқа бөлеген аяулым өзіңең. Бақытқа бөлеген аяулым өзіңең. Рахмет. Ассалаумағалейкум барлық көрермендер және төрт тәлімгер, барлықтарыңызға менен сәлем. Менің атым Қалымғазы Тоқтарұлы, Санжы қаласы Ашыл ауылынан. Жарайды, қош келдің. Сонда бұл ән қай мезгілде, қай уақытта, қандай көңіл күйде жазылған, сол жөнінде баяндап берсең біраз, қысқаша. Рахмет. Мен енді 2005 жылы толық орта бітіргеннен кейін, мектептен қол үзгеннен кейін 2007 жылы менің өзімнің кішкентай кезімнен бірге өскен Әлен Солтанбекұлы деген өзімнің жақсы досым бар болатын, әмбе сабақтасым. Сол бір күні үйге келіп, осындай бір өлең жаздым, осыған бір музыка шығарсаң деп. Содан кейін дереу о кезде шаламыла денесін жалатым. Содан кейін сол кезде шыққан ән 2007 жылы. Жарайды. Әніңде енді жаңағы өзінің текстіне байланысты әуені де біріне бірі қағысып тұр. Енді менің шырақ басудағы себебім сенің жаңағы тұтас осы әнді орындаудағы, сенің осы әнге беріліп, ар жағында жүрегіңмен айтып тұрғандығың, одан кейін сенің ән орындаудағы ар жағындағы мәнерлі бір керемет бір дауыстың барлығын, ар жағында түпті мүмкіндіктің жатқандығын байқадым. Сол себепті мен шырақты жақтым. Рахмет. Шырақ басудағы себеп ар жағында шынымен де халықтық бір әуендер бар. Шын айтқанда осы дыбыс ең маңызды ғой, қандай жағдай болмасын. Енді ән ұнады, айтылуы да бәрі ұнады. Ар жағындағы төрт тәлімгерді таңдау өз құқығында. Әннің жалпы бізге ұнағаны анау атқарылуы және бір-біріне тіркеліп келуі. Табиғи да, ешқандай қиналыс болмаған, өзі сұранып тұрған бір мелодиялар, әуендер өздігінен құралып шығып тұрған белгілі болып тұр. Ал енді соған қосымша мен диттей бір талап айта кетейін. Мына әннің жалпы сарынында бір түрлі өзбекше ме, ұйғырша ма бір сарын тұр. Енді осы бағдарламада барсың, тәлімгер таңдап болған соң осы жағын
кішкене тіпті де қазақы ұлтымыздың мынау әуендеріне тіпті де жақындатуға қарай сұраныс жасап отырмын мен енді. Сондай үміттемін. Рахмет. Жалпы сәтті болды. Әнің жақсы, әуені жеңіл, одан кейін біртүрлі адамды қуандыртатын әуен. Сүйемелдеу музыкасына біраз азғантай пікірім бар. Сүйемелдеу музыкасы егерде басқаша эстрада бәндімен орындалған болса, өйткені сен бұны жаңаша қылып жасайын деп осындай қылып жасадың ғой, иә? Тіпті де тірідей аспаптармен, мысалы барабан, нағыз барабандармен. Жаңағы электрон барабандар ғой. Нағыз барабанмен, нағыз гитарамен, нағыз гармонмен. Солай орындалған болған болса, тіпті де қызықты болушы еді. Регги стилінде сондай болса тіпті де қызық болады деп ойлаймын. Рахмет. Енді бұл әннің осы аранжировкасы 2012 жыл жасалды ғой деймін. Ертерек жасалды. Осы жердегі Алтынбек деген досым жасаған болатын, ертеректе жасалған. Содан 2 аптама 10 күн қалған кезде ғана маған айтты, осындай осы әсеменге жолдама алдың, осыған кел деп. Содан 10 күннің арасында біраз қарбалас жұмыс болып кетті да, ана өзімнің идерамда біраз қарбалас жұмыс болып кетіп, аранжировкасына ондай мәсап кетпедім. Сонымен осындай сол бұрынғы мидиме шыға салдым. Келесі жолы енді жақсы болып шығама деп отырмын. Ал енді Қалымғазы, алдағы өнер сапарыңа сәттілік тілейміз. Ендігі таңдау өз еркіңде. Рахмет. Енді осы жолы келген кезде мен 4 жырақ бірдей жағылады деп ойламағам. Рахмет. Енді таңдауға келсек, мен Берік ағаны. Сонымен көрерменіне 90 толғау 80 сезімді күй кештірген әсемән байқауының кезекті беріліміде өз мәресіне жетіп үлгірді. Қанеки енді бүгінгі үміткерлеріміздің нәтижесін көрелік. Әсем ән байқауының бүгінгі кезегінде тәлімгердің топ құрамы тағы да біраз өнерпаздармен толықты. Тәлімгер Арай Айдарханұлының топ құрамына талай жарыс сахнасын көріп жүрген Есімхан Әнуарұлы мен Ардақ Жеңсұлы қосылды. Тәлімгер Берік Төлепбергенұлының тобына ән жасампаздығымен үнемі шұғылданатын Жолдыбек Сұралханұлы мен Ғалымғазы Тоқтарұлы қосылды. Тәлімгер Аман Әубәкірұлының топ құрамы осы реткі байқаудағы жасы ең үлкен әзілкеш өнерпаз Айтбек Алиясқарұлы мен толықты. Тәлімгер Бағдат Естемесұлы бүгін топ құрамына ешкімді қоспады. Ондай болса, қымбатты көрермен, әсемән байқауының бүгінгі берілімі осымен тамам. Келесі аптада амандықпен жүздесуге асығалық. Сау саламат болыңыздар. Құлақтан кіріп бойдалар, әсемән мен тәтті күй.